Құрметті тыңдармандар, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отырсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Ал мен әңгімемді бастайын. Дәрігер. Үйде де, көршілерімде де ылғи еркек балалар болды. Арасында жалғыз қызбын. Солар не ойын ойнаса, соны бірге ойнаймын. Содан бекен төбелеске жақын болдым. Медет екеуміз, тетелес інім, үйдің бар шаруасын жасаймыз. Су тасу, малға шөп салу, қора тазалау, бітпейтін толып тұрған тірлік әйтеуір. Баламыз ғой. Бір күні сен істе де мен неге істеймін деп екеуміз қырылып ұрсыстық. Көп ұрсыса алмаймыз, сол төбелесе жөнелдік. Менің күшім басымдау, апам деп ол да шегіншектеп тұр, мен соны пайдаланып төпеп жатырмын әйтеуір. Бір кезде желкемнен үлкен қол келіп көтеріп алды да бір ұртты. Апам екен, шешем. Миымның дәмі таңдайыма келді. Бетіне қарадым да, сылқ етіп буындарымды босата салып, талып қалған түр жасадым. Шешем шошып кетті. Бісмілләсін айтып ұшықтап безілдеді де қалды. Оны көріп, мен одан сайын қозғалмай былқ-сылқ етем, дем алмайым. Әй жүгір, Гүлжан апаң шақыр, деді Медетке. Гүлжан деген дәрігер. Медет жүгіре жөнеліп еді. Деп дем шығарып көзімді ашып. Керек емес, дедім өлімсіреген дауыспен. Апам да мені құшақтап біраз отырды. Содан кейін ұрмайтын болды. Гүлжан апаны шақыр десе өлердей қорқамыз. Егеді деп. Мектепке келіп медосмотр өткізеді, екпе салады, бәріміз қорқамыз. Бір ауылды ұстап тұрған дәрігер. Қандай дәрігер дейсіздер ғой? Акушер, кәдімгі әйелдерді босандыратын дәрігер. Бірақ барлық ауруды сол кісі қарайды. Одан кейін Роза апа, Күләш апа деген дәрігерлер болды. Бетіңе қарап, ауруыңды дәл табады. Дәл дәрілерін береді. Қазір кім көп? Дәрігердің неше түрлі маман иелері бар. Бірінің айтқан емін екіншісі жоққа шығарады. Бетіне қарап тұрған ауру да дәрменсіз, дәрігер де дәрменсіз. Бірақ медицина дамып кеткен дейміз. Ал шын мәнінде мен қазір сол барлық аурудың емшісі Гүлжан апаларды іздеймін. Авторы және оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.